Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін ауызға салған кезде, еріп тұратын, шаймен ішкен кезде өте дәмді, жұмсақ, қонақ күткен кезде дастарханның сәні болатын өте тамаша бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Үй жағдайында күнделікті жасап, балдарыңызды, отбасыларыңызды қуантудан шаршамаңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Және де мен алдын ала пісіріп қойылған сүт, үстінен құйылған сұйық майымды құйып, екеуін араластырып қойдым алдын ала. Үстінен кішкене тұз салып, ұнымыздың үстінен құямыз. Ұнымыздың үстінен құйып, жақсылап араластырамыз. Үстінен ашытқы саламыз. Ашытқыны мен көз мөлшерімен салдым. Осылайша жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қолға жабыспайтын жұмсақ әдемі қамыр жасаймыз. Қамырдың илегенін дұрыс жасасаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз жұмсақ, әдемі үлпілдек болып шығады. Осылайша қамырымыз дайын болды. Дайын қамырдың бетін жауып, сүлгімен жауамыз да 30-40 минутқа қалдырамыз. Жақсылап жылы жерге қойып қоямыз. Мінеки қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен осы жерде 3 бөлікке бөлдім. Өзіңіз қалауыңызша бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Бөліп алған қамырымызды жұқалатып, әдемілеп жайып шығамыз. Қатты жұқа болуы қажет емес. Осы орайда мен сковородкаға майымды қойып қойдым. Майым қызып тұрғанша мен мына жақта бауырсағымды жайдым. Бауырсақтың қалыңдығы осындай болу керек, қатты жұқа болып кетуге болмайды. Осылайша қаласаңыздар үйде кез келген бауырсақ кескішпен кессеңіздер болады. Мен осындай арнайы кескішпен кестім. Осылайша бауырсағымызды алдын ала дайындап аламыз. Өзіңіздің қалаған формаңызға келтіріп, бірнеше бөліктерге осылай бөліп аласыздар. Осылайша бауырсақтарыңыздың барлығын бөліп бірнеше алдын ала дайындап аласыздар. Дайын болған бауырсақты қызып тұрған майға саламыз. Екі жағы қызарғанша қып-қызыл етіп, әдемілеп пісіріп шығамыз. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шықты. Осылайша екі жағын жақсылап қызартып аламыз. Кезек-кезекпен қалған бауырсақты да осылайша пісіріп аламыз. Бауырсағымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік. Шаймен ішкен кезде де, қонақ келген кезде де дастарханыңыздың сәні болатын бауырсақтың рецебі. Төменге қалдырып кетемін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.